Сайын Мұратбеков «Жусан иісі» повесі. Кейіпкерлері мен қысқаша мазмұны. Кейіпкерлері: Аян. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір келгі етіп қиылған кекіл шашы бар. Ешкіммен төбелесіп, сөзге келмейді. Әңгімеде өжет, қайсар, зерек, өте ақ көңіл, мейірімді, ақылды және де жетім бала болып суреттеледі. Тобығын шығарып алып, сол аяғын сүйретіп жүретін, шілбеген ақсақ қара бала. Өз ойыннан балаларды таң қалдыратын ертегілер шығарады. Өте мейірімді бала. Сонымен қатар, өте тапқыр, ақылды, білімді, зерек және ақ көңіл бала. Садық Аянның досы, ауылда бірінші атаман атанған. Есікбай сидаң бойлы, қол аяғы қара қайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдында жан салмайтын, өзі төбелес қор, сотқар бала. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып жатып жіберетін. Аян алғаш рет келген кезде Аянмен төбелесіп, одан жеңіліп қалған еді. Қосым Аянның досы, өзінің Тырнауық қосым деген атымен белгілі. Тырнауық дейтін себебі, төбелескенде үнемі баж етіп бетті тырнайтын. Одан ауылдың көп баласы қорқатын еді. Оған тек Есікбай тік келе алатын. Бапай әжесінің тумаласы. Аянның әжесі қайтыс болғанда, Аянды асырап алған, әйелі екеуі Аянға дұрыс күтім бермеген. Тұржан өте қатал, ауылдың бригадирі, аса қатыгез, мейірімсіз адам, жағымсыз кейіпкер. Иманжанов адамша дірілдей қалшылдаған, көзі қып-қызыл болатын, Аян мен ауыл балаларының ұстазы. Сайын Мұратбеков ақ көңіл, мейірімді, Аянның жақын досы. Қысқаша мазмұны. Бірінші бөлім. Кішкентай Аян жастайынан шешесінен айырылып, әжесімен бірге бір ауылға көшіп келеді. Оны алғаш рет ауыл балалары ойнап жүргенде байқайды. Балалар Аянмен тез достасып, олардың арасындағы екінші атаман атанады. Ол ақ көңіл, ақылды, әрі мейірімді бала болатын. Өзі ешкімге тиіспейтін, момын болғанымен, бір күні Есікбай есімді ауыл баласы оған тиісіп, олардың арасында төбелес орын алады. Ал соңында Аян Есікбайды жеңеді. Туындының басты кейіпкері мектепте де өзінің зеректілігін келген күннен бастап көрсетеді. Ол ең бірінші хат танып, балаларға күші келгенше көмектескен. Бірде Аян өрісте мал қайырып жүріп, тобығы тайып, одан кейін аяғы тайғыш болып қалады. Екінші бөлім. Бұл бөлімде Аянның әжесінен айырылғаны, оның ауыл балаларына күнде кешкісін айтатын ертегілері баяндалады. Әжесі қайтыс болғаннан кейін, оны Бапай атты туысы асырап алады. Бірақ Бапай әйелімен бірге оған дұрыс күтім жасамайды. Әжесі өмірден кетсе де, баланың қамықпауы бәрін таң қалдырады. Балалар күнде оның ертегісін тыңдауды әдет қылған. Ауа райы суық болса да, Аянның ертегісін тыңдау үшін жиналатын. Аян күн сайын жаңа ертегі ойлап тауып, күннің батқанын күтіп, бәріне айтып беретін. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, ертегіні тыңдап отырған балалар өздерін ертегінің кейіпкері ретінде елестететін болған. Сонымен қатар, олар ержүрек жауынгерлер туралы ертегі тыңдап отырғанда, соғыстағы аға әкелерін естеріне түсіріп, оларды тауып алып, бірге соғысуды армандайды. Үшінші бөлім. Аянның мінезі өте қызық еді. Бірде ол тұйық мінезді
ал бірде оны мүлде танымай қаласың. Ол көп ойындарға қызығып араласа бермеуші еді. Бірақ осы кеште ол бәрін таң қалдырды. Оның шанасына қанат біткендей болады. Осыны көріп Сайын Мұратбеков онымен бірге шана тепкісі келеді. Ол үйде шанасын іздеп жатқанда әжесі оны ұстап алып төсегіне жатқызады. Осы кештен кейін Аян дағдылы шана тебетін болды. Ол балаларға ертегісін айтып тәмамдаған соң біреуімізден шана сұрап сырғанаққа да жападан жалғыз түнге дейін ойнайтын болды. Бір күні барлық ауыл балалары Аянның ертегісін тыңдауға жиналғанда Аян көкесінің өзінің киімінен жусанның иісі шығатынын айта бастады. Оның көңіл күйі осы кеште керемет еді. Онан соң балалар Аянға шана беру кімнің кезегі жөнінде келігеді. Аян осы түні ерекше қызықты бір көзді дәу туралы ертегісін бастайды. Барлық балалардың үрейлері ұшады. Сөйтіп отырғанда шөптің арғы жағынан өрт шығады. Балалардың барлығы қора үстінен секіріп қаша жөнеледі. Ең соңында тайғыш аяғының кесірінен Аян қалып қойып, қора үстінен секіріп жатқанда аяғын ауыртып алады. Осы кезде ауыл бригадирі Тұржан келіп, Аянды соққыға жығады. Ауыл адамдары Тұржанға наразылық білдіреді. Осыдан кейін Аян аяғынан тұра алмай төсек тартып жатып қалады. Біраз уақыт өткеннен кейін Аян жазыла бастайды. Бірақ ол енді бұрынғыдай мүлде ойнамайтын болады. 4-ші бөлім. Бөлімнің басында әжесі қайтыс болып, бапайдың қолына түскен Аянға оның досы келеді. Аян қуанып өз ертегісін бастайды. Оның ертегілері үнемі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Бапай да, оның әжесі де олардың әңгімесіне құлақ салмайтын. Бірақ босанған қарт рахаттана кекіріп қояды да, енелерің дұрайын, осы екеуінің ақ күбір сыбырың бітпейді екен, ә? Қыз алып қашқалы ақылдасып жүргеннен саусың бермей, деп әзілдейді. Бір күні ауыл балалары екіге бөлініп, қар атқыласып ойнамақ болды. Бұл ойынға Аян да қатысқысы келген. Лезде жүгіре алмайтындығынан атаманның екеуі де оны алудан бас тартты. Бұған ашуланған Аян Асылбек шалдан тобығын салып беруді сұрайды. Асылбек шал баланың өтінішін орындайды, бірақ амал не? Аян мұнан кейін де тобығын тайдырып алады. Бұл көктем кезі еді. Сонда Аян өгіз айдап, өгізден домалап түскен кезде тобығы тағы тайды. Ал повесть соңында оған көкесінің соғыстан енді оралмайтындығы жайында қаралы хат келіп, Аян балалар үйіне жіберіледі. Ол халықпен қоштасып, мен әлі бәріңе де хат жазып тұрамын деп ант беріп кетеді.